Кеуде омыртқалары вертебра торацика. Басқа барлық омыртқалар сияқты денесі ажыратылады. Корпус вертебра. Және де доғасы аркус вертебра. Доғасы мен денесін байланыстыратын оның аяқшалары педикулюс аркус вертебра. Өсінділеріне тоқталатын болсақ, оның басты ерекшелігі қылқанды өсіндісінде. Қылқанды өсіндісі төменге қарай басқа өсінділерге беттесіп орналасады. Процессус спинозус. Келесі ерекшелігі оның көлденең өсінділерінде. Кеуде омыртқаларының көлденең өсінділерінде қабырғалар мен буындық байланыс құрастыратын беттері болады. Фавея касталис. Келесі өсіндісі оның буындық өсінділері. Жоғарғы және төменгі буындық өсінділер болады. Жоғарғы буындық өсінділері процессус артикулярис супериор, төменгі буындық өсінділері процессус артикулярис инфериор. Және де әрбір буындық өсіндінің беті болады. Фасис артикулярис супериор және де фасис артикулярис инфериор. Кеуде омыртқаларының басқа омыртқалардан ең басты айырмашылығы оның денесіндегі шұңқыршаларында. Фавея касталис. Бірінші және 10-шы омыртқаларда жоғарғы шұңқыршасы толықтай келген. Оның орнына сәйкесінше бірінші және 10-шы омыртқа бекітіледі. 11-ші, 12-ші омыртқа тек қана жалғыз шұңқыршадан тұрады. Ал қалған омыртқалар жоғарғы фавея касталис супериор және де фавея касталис инфериордан тұрады. Әрбір жарты шұңқырша жоғарыдағы немесе төмендегі шұңқыршамен байланысып, толықтай бір шұңқыршаны құрастырып, қабырғаны байланыстырады.